Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге қазақтың ұлттық наурыз көжесін дайындайтын боламыз. Бізге 7 дән керек болады. Олар ақ жүгері, ноқат, жұлдызша макарон, тары, сары жүгері, бидай және де қазы. Ең алдымен қазыны суға қайнатып пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұз себесіздер. Енді біз ноқатымызды пісіріп алдық. Үлкенірек ыдысымызға ноқатты, піскен тарыны, ақ жүгеріні, содан кейін бидайдан кейін сары жүгеріден кейін жұлдызша макаронымызды қосып аламыз. Міне біздің қазымыз дайын болды. Енді қазымызды дөңгелектеп және төртбұрыштылап кішіректеу етіп тураймыз. Қазымызды да салып аламыз. Міне біз барлық 7 дәнді салып алдық. Енді қазыны пісірген сорпаны құямыз. Осымен біздің көжеміз дайын болып шығады. Дәміне қарай айранды қосасыздар. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын болып шықты, өте дәмді шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын және келіп жеткен әз наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын.